Жебе киностудиясы ұсынады. Сонау көне замандардан келе жатқан ұлы даламыздың құпиясы мол тарихынан сыр шертер аңыз әңгімелер көп-ақ. Солардың бірі қанатты барыс туралы аңыз. Тақсон, шау шапты, шау! Сардар, бәрі енді кеш. Олым саған аманат. Тұяғымды құтқар. Ер жетіп жігіт болса, кегімді қайтар. О, тәңірім, олымды бірәсіңе тапсырдым. Қош бол, құлыным. Жылдам, алып кет баламды. Тұтаңдар ана иттің күшігін. Қош бол, сұңқарым. Енді ұлыма серік бол. Бақандар. Қалай балам, аман бысың? Бұл хан өзеннен ешкімде тірі шыққан емес. Тек түлкі. Сардар аға, сіз маған менің барыс таңбалы бойтұмарым жайлы айтып беріңізші. Балам, сенің жетінші бабаң Бөрхан жүрек жұтқан батыр, әрі аңшы болған. Күндердің бір күнінде Бөрхан
осы Жабағылы тауының басында арқар аулап жүріп, барыстың өңгөріне тап болады. Балаларына жем іздеген барыстың жоқтығын білген бе, 60 құлаш аждақар жылан аландарды жұтпақшы болғанда, Бөрхан алмас қылышпен айдақардың басын шауып түсіреді. Сол кезде келіп үлгерген қанатты барысты көрген батыр да таңғалып қарап қалады. Аландарын құтқарып қалған батырға барыс тіл қатады. Ей адамзат, мен енді саған өмір бақи қарыздармын. Осы айдақар менің аландарымды жылда жалмап кетуші еді. Ата жауымды сен өлтіріп, ұрпағымды аман алып қалдың. Мен де сенің 7-ші ұрпағыңа дейін қызметіңе әзірмін. Басыңа қиын қыстау күн түссе, көмектесем де осы бойтұмарды сенің бабаңа табыс етеді. Міне Сауран, сен Бөрханның 7-ші ұрпағысың. Әкеңнің аманаты да менің мойнымда. Қанатты барыстан көмек сұрар кез келді. Бірақ сенің әлі қабырған қатпаған. Батыр болып өсемін десең, бүгіннен бастап өзіңді жауынгерлікке баулаймын. Мен де батыр болғым келеді. Жауынгерлік әдіс айла үйретсем, қылыш садағын айза менен түйретсем, өскеннен соң азат етіп елімді, дұшпаныңның қабырғасын күйретсем. Құралайды көзге атар мергендер, оқ жонады әке көзін көргендер. Сенде балам батыр болып өсерсің, батыр болар ертең саған ергендер. Әрқашанда сабырлы бол саспағын, басқа түскен қиындықтан қашпағын. Батыр болып өсем десең сен ертең, әр күніңді жаттығудан бастағын. Денең шымыр болсын десең ерінбе, жүгір секір жалқаулыққа берілме. Жеңіске ұмтыл намыс деген ұлы күш, жау алдында әлсіз болып көрінбе. Міне Сауран, сенің қанатты барысқа барар уақытың келді. Тәңірім жарылқап, жолың болсын. Нәрседен қайтпайды, қабырғасын сөксе де, отанын ешбір сатпайды. Шыбын жанын бидетіп, отқа салса күймейді, суға салса батпайды. Ел үшін туған ер жігіт, ел үшін тынын таппайды. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, ақылы мен ісімен, елі менен жерінің тыныштығын сақтайды.
Адам баласы, сені бұл жерге не айдап келді? Мен Бөрханның 7-ші ұрпағымын. Есімім Сауран. Бабама берген уәдең бойынша келіп тұрмын. Иә, бабаңның алдында қарыздарман. Не мұқтаждығың бар, Сауран? Көмектессең, жау қолында кеткен елім мен жерімді азат етпекпін. Батырдың 5 қаруы бойында болу керек емес пе? Мынау менің сыйым болсын. Міне, енді нағыз жауға шабар батыр болдың. Осы сәттен бастап, Сауран мен қанатты барыстың ел азаттығы жолындағы ұлы жорығы басталады. Ол өз алдына бір хикая.